Сәлем, сабаққа қош келдіңіз. Бүгін мен сізге осы сабақта Instagram және TikTok жүргізіп, қалай біз табысқа шығамыз екенімізді айта кетемін. Менің шәкірттерім қазіргі таңда 500 мыңнан 800 мың теңгеге дейін табысқа шығып отыр. Ай сайын оларға төлеп отыр. Ол неден болады? Әрине, парақшаны жүргізіп, нәтижеге жеткізген кейін. Қазіргі таңда өте көп SMM мамандар бар, бірақ нәтижеге жеткізетін ондай адам жоқ бізде, SMM маманы. Жоқ болғанмен бар, бірақ өте аз. Сондықтан біз бүгін бір схема айта кетемін. Көп қаралым жинайтын видеоны біз қалай түсіреміз, не істейміз ол жерде, кіші пікірім сіздерге түсіндіре кетемін. Ең алдымен айта кетейін, осы видеоның соңына дейін көрсеңіз, сізге бір сыйлық бар видеоның соңында. Кіріспе, егер сіз бұны көріп отырсыз, сіз мүмкін қазіргі кезде SMM мамансыз, парақшалы жүргізесіз, нәтижеге жеткізе алмай жатсыз. Осы видеода мен схеманы мүмкін жеткізе алатын боласыз. Сосын парақшаны жүргізесіз, бір-екі клиенттеріңіз бар, бірақ 600 мың, 700 мың деген табысқа шыға алмай жатырсыз. Немесе сіз нөлден бастап SMM маманы ретінде парақшалар жүргізгіңіз келеді, сол 500 мың, 700 мың деген теңге сияқты айына табысқа шыққыңыз келеді. Сосын осы видеода сізге керемет бір схеманы түсіндіре кетемін. Басында қалай түсіреміз, не болу керек ішінде, аяғында қалай аяқтаймыз, көп қаралым жинайтын, жалпы нәтижеге жеткізетін. Қазіргі таңдағы бір нарығын шындығын айта кетейін сізге, көптеген SMM-шіктер жай ғана контент шығарып тұру жеткілікті деп ойлайды. Әрине олай емес. Қазіргі таңда өте көп SMM мамандары бар, парақшаны жүргізеді, жай ғана пост, видео бірдеме салып отырады, сторис, бірақ не үшін салып отырғанын білмейді. Қандай бір нәтижеге де жеткізе алмайды. Ондай өте көп қазір SMM мамандар. Немесе мобилографтар, өте көп мобилографтар. Мобилографтар табысқа шыға алады, бірақ қазір клиент мобилограф тапқаннан кейін ол сұрайды: сен видео түсірші, көп қаралым жинайтын. Ол білмейді. Өйткені SMM бойынша ода бір дұрыс білім жоқ. Ол тек видеоны ғана түсіре алады, ал көп қаралым жинайтын видеоны ол білмейді қалай түсіру керек екенін. Сосын пост үшін пост тәсілі сіз күткендей нәтиже шығармайды. Әрине біз парақшаны жүргізген кезде жай ғана просто пост шығарып отырсақ, жай ғана картинка салып қойсақ, жоқ. Әрбір посттың, әрбір видеоның бір мақсаты болу керек. Біз жүргізген кезде парақшаны біз жеткізу керекпіз. Не үшін адам, жалпы оқырман, клиент сізден сатып алу керек? Осыны біз видеоларда жеткізу керекпіз. Бір кіші пікірім таныстыра кетейін. Менің есімім Елдос. Мен осы SMM саласында 6 жыл болды жүргізгеніме. Қазіргі кезде менде 2 блогым бар. Біреуі ол Елдоссан деген, мүмкін сіз сол жерден келдіңіз, сол парақшадан. Ол жерде менде қазір 79 мың, қазір 80 мыңға дейін жетіп қалған шығар. 80 мың оқырманым бар. Сол жерде мен көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін, қалай парақшаны жүргізу керек, және көп шәкірттерін осылай оқытып, табысқа шығарамын. Және екінші блог Елдос техноблог деген. Ол парақшаны жүргізіп, мен бір айдың ішінде 38 мың оқырман жинадым. Бірақ қазіргі кезде уже 40 мыңнан асып қалған шығар, бір қарап жіберуге болады. Ол жерде мен гаджет туралы айтамын, өзім бір мақсаты болған, сондай парақшаны жүргізгім келетін, iPhone қайсын аламыз деген сияқты, немесе Samsung жақсы ма, iPhone ба жақсы ма деп, сондай да бір пайдалы ақпаратты жүргізіп, мен солай дамытайын дегенмін. Осында 2 парақшам бар. Енді сізге схеманы айта кетейін қазір. Сәтті видеоның бір құпиясы. Жалпы осы схемамен біз сол жүргізіп жатқан парақша болсын, біз нәтижеге оны жеткізе аламыз. Ең алдымен бізде осы бір схема, бізде бір видео сияқты. Ең басы бар және аяғы бар. Бізде басында алғашқы 3 секунд ең маңызды болып саналады. Достар, біз TikTok немесе Instagram қарап отырған кезде бірақ саусақпен өстіп келесі видеоға біз өтеміз. Осы келесі видеоны өткенімен біз көрерменнің назарын аударып қалу керекпіз. Өйткені біз 3 секундтың ішінде біз айта кетсек, біздің аудиторияға арналған бір керекті тақырыпты, бір бөлді айта кетсек, сонда біздің ең алдында, басында біздің видеомыз назарын аударады. Назар аударғаннан кейін видеоны сосын көрерменіміз шешім жасайды. Мен бұл видео маған қызықты ма, мен соңына дейін көремін бе. Мысалға, біз стоматологтың парақшасын жүргізіп жатырмыз. Сол жерде стоматолог ең басында не айту керек? Ол өзімен таныстырмайды басында. Ол айтпайды: сәлем достар, менің есімім Айдар, мен стоматологпын, 10 жылдық тәжірибем бар, осыншама клиент әкелдім, осынша былай болдым. Жоқ. Ол нәрсе пофиг бар ғой оқырмандарға. Көрермендерге, оқырмандарға пофиг. Сіз кім екеніңізді біз сразу басында бізде назар аударатын тақырып болу керек. Мысалға, сіз күніне 2 рет жуасыз ба тісіңізді? Ол өте үлкен қателік десе, әрине назар аударылады бұл жерде.
Өйткені біз ойлаймыз ғой ең басында, мен 2 рет күніне жуамын, иә, таңертең сосын кешке, ол үлкен қателік па деп, все, адамның назарын аударып алдық. Келесі таныстыру деген. Біз таныстыра кетеміз. Бірақ өмір баянын айтып кетпейді ол жерде стоматолог. Біз айтамыз, кіші пікірім өзі туралы айта кетсін. Мысалға, менің есімім Айдар, мен стоматолог, 10 жылдық тәжірибем бар. Болды. Сол жеткілікті. Өйткені назар аудардық. Сосын ары қарай біз пайдалы ақпарат береміз ғой. Бірақ оның алдында адамның миында жеткізейік. Бұл Айдар сізге жеткізіп отыр. Оның 10 жылдық тәжірибесі бар екен. Сосын негізгі бөлім. Жалпы ол бөлімде уже жаңағы стоматолог айта кетеді. Мысалға айтады, күніне 2 рет жусаңыз, ол жалпы жақсы. Бірақ әрбір тамақтанғаннан кейін жуып отырсаңыз, ол керемет нәрсе болады. Былай деп өзі жеткізеді сол жерде. Сол тақырыпты біз ашып жабамыз. Ең соңында видеода CTA, жалпы call to action деген нәрсе. Call to action деген бізде жаңағы активностьқа шақырамыз біздің жаңағы көрерменімізді. Қандай активностьқа? Менің парақшама тіркел, мен көп пайдалы ақпараттармен бөлісемін, мысалға. Немесе стоматолог айтады, менің парақшама тіркел, мен стоматология жайынан көп пайдалы ақпараттарды бөлісемін деп. Немесе комментарийға жазсын деп. Осы пайдалы сізге ақпарат болды ма? Сіз күніне неше рет жуасыз тісіңізді? Комментарийға жазып жіберіңіз деп. Осымен бізде активності болады. Дәл осы арқылы бізде алгоритм бойынша көп қаралым жинайтын болады. Сонда парақшаны жүргізген кезде бізде нәтиже болады. Нәтиже болса, көп қаралым болса, сіздің клиентіңіз сізден көп сондай бір жұмыс жасағысы келеді. Ары қарай сізден бір айырылып қалмас үшін сізге сол ақшаңызды төлеп отырады. 100 мың болсын, 200 мың болсын, 300 мың болсын. Ең маңызды ол парақшаны жүргізген кезде нәтижеге жеткізу. Біз бір айдың ішінде даже нәтиже көрсетпей қалса, ол не үшін ойлайды, не үшін мен осы парақшаға, мен осы SMM маманына төлеп отырмын деп. Енді кімге көбірек ақша төлейді? Дәл жаңа айтқандай, кім жақсырақ нәтиже көрсетеді, соған көбірек ақша төлейді. Қазіргі таңда біз видео түсіріп, көп қаралым жинайтын біз әкелсек клиентке, ол дайын сізге 300 мың, 400 мың теңге төлеуге. Өйткені ол уже төлеген, 100 мың теңге, 150 мың теңге төлеген, неше түрлі SMM мамандармен жұмыс істеп көрген, бірақ нәтиже әкелмейді. SMM маманы ең алдымен парақшаны нәтижеге жеткізу керек. Енді мен сізге айта кетейін, менде мысалы шәкірттерім бар, Айзат деген шәкіртім, оның инстаграм салып қойдым, оның табысы қазіргі таңда 600 мың, 700 мың теңге дейін, оған да жазып сұрауға болады. Ол кезінде Келін Алматы, Муз Кофе 91-ның парақшаны, сондай Астворк және Комфорт Резорт деген парақшалар жүргізген. Қазір неше түрлі проекттерге NNN-мен видео түсіріп жатыр, сондай керемет дамып кетті бір өзім шәкіртім. Соны үйреткенмін, осындай табыста жүр. Қазіргі кезде жұмысы қайнап жатыр, ақша керемет табыс тауып жатыр. Сондай шәкірт болғыңыз келсе, менімен бірге оқыңыз. Тағы бір шәкіртім бар, Дилнара деген. 18-ге әлі толмаған, оның да табысы 500 мың, 600 мың теңге. Осы жақын арада да Дилнарамен сөйлескенмін. Бір парақшаны жүргізген, 300 мың теңге төлеп отырды. Просто жалығып кетті оны жүргізуге, басқа парақшаны жүргізім келеді, цветочный жүргізім келеді деді, сондай тауып алды да, қазір 300 мың теңге оған төлеп отыр. Келесі парақшаны тапты дейді, карго бойынша. Ол өзінің парақшаны дамытып жатыр. Жаңағы киімдерді сатып алып, Пиндодадан сөйтіп әкеліп, бірақ парақшаны енді уже тәжірибесі бар ғой, соны жинап алғаннан кейін соны жүргізіп жатыр. Каргоны жүргізім келеді деп, сол каргоны тауып алды да, соған жазып, керемет бір дұрыс ұсыныспен сонда алып алды 300 мыңға. Екі парақшаны 300 мың теңгеден жүргізіп жатыр, соның табысы қазір 600 мың теңге өсіп отыр. Оның парақшаны да мына жерге жазып қойған, өзіңізде жазып соған сұрай аласыз. Бұл енді өтірік айтып отыр деген сияқты болмайды. Енді жиі қойылатын сұрақтар бар, көбінесе маған директке осындайды қояды. Мен клиент таба аламын ба деген. Достар, іздемеген ғана адам таба алмайды. Менде курста 9-шы модульда мен клиентпен қалай сөйлесеміз, не деп жазамыз, қайдан табамыз, 100% гарантиямен сіз бірінші клиентіңіз тауып, жақындап тәжірибе жинайтын боласыз. Және екінші сұрақ, маған қиын болмайды ма? Бізде жасанды интеллект бар. Мен өзім курсымда жасанды интеллект бойынша үйрете кетемін. Біз ешқандай қиындық жоқ. Жалпы қандай ақпаратты контент саламыз ба, сату контент саламыз, біз контенттердің бір өзінің түрі бар ішінде. Соның бәрін үйреніп алғаннан кейін біз видео қандай түсіретінін енді үйрете кетемін. Сосын қиындық болып жатса, біз жасанды интеллектке жазамыз. ChatGPT деген керемет жасанды интеллект бар. Бірақ орыс тілінде қазір, шүкір, орыс тілінде де бар. Қазақша салсақ кішкене бір қисық бізге жауап береді. Орыс тілінде жазсаңыз, я хочу создать видео для стоматолога. Видео о том, сколько раз в день нужно чистить зубы. Напиши мне сценарий десеңіз, керемет, әдемілеп жазып береді сізге.
жазып береді сізге. Басында видеода осындай болу керек, мынаны айтады, осыны айтады. Сосын видеода осы тақырыпты ашады, сол тақырып туралы айта кетеді. Сосын соңында мынаны айту керек деп сізге әдемілеп жазып береді сол жерде. Жалпы жасанды интеллектпен менде әлі күнге дейін мен өзімнің блогымда да соны пайдаланып жүрмін. Ешқандай қиындық болмайды бұл жерде. Сразу біз клиентті аламыз, сразу бір айдың ішінде нәтижені көрсетеміз, келесі айдан біз айтамыз. Осы айда мен сізге айтқанмын 100 000 теңге жүргіздім деп, келесі айдан бастап енді 200 000 теңге сіз нәтижені көрдіңіз деп. Қашып кетпейді сізден клиент, точно сізге төлейді сол 200 000 теңгені. Өйткені ол керемет нәтижені көріп отыр, содан сізге төлейді. Достар, басында айтқандай, видеоның сабағында сізге бір сыйлық бар, ол жеңілдік, 30% жеңілдік. Осы номерді сізге қалдырдым, 45 күннің ішінде осының барлығын үйреніп алып, клиенттер табып, 700 000, 800 000 теңге деген сияқты сіз айына табысқа шыққыңыз келсе, осы менің менеджеріме жазып жіберіңіз, сол сізге айтып жібереді, сабақ қалай өтеді, қандай ішінде тақырыптар, қандай нәтиже болады деген сияқты сізге түсіндіре кетеді. Осы номерге жазып жіберіңіз. Немесе осы видеода бір сілтеме бар, видеоға соған бассаңыз, осы WhatsApp-қа өтесіз. Сол жерге дәл айтыңыз, Елдос мырзаның видеоның соңына дейін көрдім, 30% маған жеңілдік бар деп. Қазір жазсаңыз, келесі уже топқа сіз жазылатын боласыз. Көп рахмет видеоның соңына дейін көрген үшін. Назарларыңызға рахмет. Енді жаңағы схемамен алып видео түсіріп көріңіз. Керемет нәтиже болатын деп мен сенемін.